Менің педагогикалық идеям кітап оқыған ана рухани ұрпақ кепілі. Цифрлық дәуірде ұрпақты тәрбиелеудің жаңа моделі. Яғни аналар оқырмандар клубын құру. Неліктен аналар оқырмандар клубын құру керек? Себебі біздің кішкентай бүлдіршіндеріміз ертеңгі біздің болашағымыз. Олар кімнен үлгі алады? Әрине бірінші отбасынан, одан кейін мектептен және достарынан, әрине әлеуметтік желілерден, смартфоннан тәлім-тәрбие үлгі алады. Смартфонның жақсы жақтарын пайдаланса жақсы, бірақ олар тек қана жақсы жақтарын пайдаланып жатқанына біз толық кепілдік ете алмайтынымыз рас. Сондықтан біздің кішкентай бүлдіршіндеріміз смартфоннан әртүрлі нәрселерді үйреніп жатқаны баршаға аян. Егер соның кесірінен деп айтсақ болады, біздің балаларымыздың тәрбиесі бөлініп кетіп жатыр. Мінекей, кітап оқыған ана өзінің баласының тәрбиесін қадағалай алады, саналы ұрпақ қалыптастыра алады. Егер мына екпе құралын кітап оқыған ана деп алсақ, ол біз баламыздың тәрбиесіне жақсы әсер ете аламыз, саналы ұрпақ қалыптастыра аламыз. Мінекей, кітап оқыған ана баласына осы тәжірибе секілді оның тәрбиесін жақсартуға септігін тигізеді. Көріп тұрғандарыңыздай, бала көргенін қайталайды. Анасы кітап оқыған бала өзі де кітап оқуға тырысады. Ал егер анасы телефонда отырған бала өзі де әлеуметтік желіге, смартфонға құмар болары сөзсіз. Бұл балалар біздің болашағымыз, бүгінгі бүлдіршіндер біздің ертеңгі болашағымыз деп айтамыз. Біздің қоғамды қалыптастыратын осы бүлдіршіндер. Біздің балаларымыз біздің қоғамды құрайды. Біздің қоғамда тәрбиесі бұлыңғыр балалармен бірге қоғамның да болашағымыз да бұлыңғыр болары сөзсіз. Барлық аналар кітап оқыса, өздерінің балаларының да тәрбиесін қолдар еді, тәрбиесін қолға алар еді. Олар да аналары сияқты кітап оқып, бізде саналы ұрпақ қалыптасар еді. Осылайша, бүгінгі саналы біздің қолымыздағы кітап оқыған рухани бай ана саналы ұрпақты қалыптастырып, бүгінгі саналы ұрпақ ертеңгі мәдениетті қоғамды қалыптастырар еді. Оны мінекей осы тәжірибеден де көре аласыздар. Бұнымен не айтқым келді? Кітап оқыған ана саналы ұрпақты тәрбиелейді, саналы ұрпақтан мәдениетті қоғам қалыптасады. Жасанды интеллект дамыған заманда адами интеллектті сақтау басты міндетіміз. Тыңдағандарыңызға рахмет.